Сәлем достар, сіздермен бүгін асқабақ пен манты дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ең алдымен шамамен 300 мл болатын ыдыспен 2 ыдыс ұн қажет болады. Және оған тұзымызды қосып араластырып аламыз алдымен. Содан соң жұмыртқаны қосып, жылы суды біртіндеп қосып отырып араластырамыз. Қамырымыз қатты жұмсақ та болмау керек, және қатты да болмау керек. Міне осындай аздап қолға жабысатын қамыр болып шығу керек. Бетін жақсылап жауып алып қоямыз. Келесі салмасына шамамен 400 грамм фарш, асқабақ, осындай 2 үлкен тілім, және орташа 5 дана пияз, қара бұрыш, тұз қажет болады. Содан кейін барлығын ұсақтап турап шығамыз. Келесі фаршымызды қосып, тұзымызды және қара бұрышымызды қосып жақсылап араластырамыз. Қалауыңызша кішкене сұйық май қосуға болады. Келесі кезекте қамырды жаюға кірісеміз. Қамырды тез әрі оңай және біркелкі жаю тәсілін менің каналымнан таба аласыз. Содан соң өз ыңғайыңызға қарай қажетті 4 бұрышты бөліктерге бөліп шығамыз. Барлығын қалыптарға салып, қайнап тұрған тұзды суға 45 минутқа қоямыз. Міне осындай дәмді асқабақ пен манты дайын болды. Дайындап көруге кеңес беремін. Менің каналыма жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.